Енді мен қойайын деп жатқан сұрағым, алыстан орағытып келе жатқанда, мына әлеуметтік желілерден, сосын шетелдік ақпарат құралдарынан, әсіресе Украинаның ақпарат құралдарынан осы көктемде мынандай әңгіме жазға қарай мусер етеді. ОДКБ-ға байланысты сол ұжымдық келісімшарт ұйымына, қауіпсіздік ұйымына мүше елдердің міндеттемелері туралы парламентте заң қаралды, қабылданып кетті деген, бірақ мен бірде-бір ресми ақпараттан көре алмадым. Ол дейтін жаңағы соғыс аймағына, ұрыс жүріп жатқан аймаққа бейбітшілік әскерлерін жіберу туралы. Мен өзім бұған қарсымын. Ол соғыс біздің соғыс емес. Бұл біріншіден. Себебі қалай дегенде де, не деп айтса, үй деп айтсын, бізде дейтін орыстың құлы болып жүрген, орыстың идеологиясы миына, бойына сіңіп қалған, әлгінге дейін Украинаның патриоттарын бандера деп балағаттайтын азаматтар өзіміздің арамызда да бар. Бірақ өгіздің басына туған күн бұзаудың да басына туы мүмкін. Біз де Украина сияқты егеменді елміз. Біз де мына Ресейдің ықпалынан жайлап шығу керекпіз. Ресей ұлы мемлекет. Себебі Ресейге кейбір жағдайда сауда-саттық басқа да байланысты жасаймыз деп жүріп, ертең параллельный санкцияға, жаңағы екінші деңгейдегі санкцияға ұшырап, қасқамыз қайнап қалуы мүмкін. Бұның бәрін айтып отқан себебім, көп кісі айттым ғой, әлі орыс құлы болып жүр, сондықтан көп қолдай бермес. Бірақ сіз заңгер ретінде, азамат ретінде, патриот ретінде мен түсінеді деп есептеймін. Біз Ресейден жайлап алшақтау керекпіз. Және мына ОДКБ туралы, соның әскерлері туралы заң действительно қаралды ма? Қалай болды, соған жауап алғым келеді. Рахмет. Қатты манипуляция жүріп кетті осыған байланысты. Ратификация болғаны рас. Ратификация енді ОДКБ ұйымына кезінде кірдік. Бізге дейін болған жағдай, оны білесіздер. Сол қолданыстағы халықаралық шартқа Қазақстан өзінің тарапынан бір жекелеген өзгерістерін енгізді. Керісінше бұл заңнамамен біз мақтануға тұратын заңымызда, бізде қазір әлеуметтік желіде де 100% шындық айтылмайды ғой. Неше түрлі манипуляторлар отыр, неше түрлі арандатушылар отыр. Арандатып келген жерде мен жауап жазуға соған уақыт таба алмадым, шынымды айтайын. Осы телефонымды өшіріп қойғаныма бірнеше күн болды, қосқан жоқ. Өйткені телефонға қарайтын мұршамыз болмай қалды. Сообщениелер келе береді, ана әлеуметтік желіге кірсең байқамай қаласың, жаңағы 1-2 сағат уақытым кетіп қалған. Сол қатты жұмыс басы болып жатқан жерде мен сол уақыт таба алмадым, бірақ 1-2 депутат негізі жауап берді. Олардың сол нелер дұрыс жетпеген болып тұр ғой. Бұл жерде мысалы үшін мынадай өзгеріс енгізілді. ОДКБ-да мүшеміз, қаласақ та, қаламасақ та енді сондай жағдай. Де факто, де юре, сол бір ел, ол жерде Украина мен Россия туралы бір ауыз әңгіме жоқ. Ол жерде әңгіме былай болды. Бір елге көмектесуге шақырған жағдайда, екінші бір ел, мысалы үшін айта алайын, кез келген бір елді алайықшы, Грузия болсын, білмеймін енді кім бар та, ОДКБ-да мүше кімдер бар? Россияны айтайықшы, Россияны алайық. Россия айта осы Украинаға байланысты соғысқа басқа бір мемлекеттер шақыратын болса, соған мемлекет басшысы емес, министр обороны емес, парламент келісім беру керек деген негіз бар. Өйткені бір адамның біз білмейміз ғой, қандай жағдайда ол қол қойып мүмкін. Келісім бере салу мүмкін ертең біреу. Сондықтан біз наоборот парламент өзімізге алдық функция. Жоқ, бұл жерде халық қалаулылары елдің, халықтың атынан сөйлейтін депутаттар ретінде бұл жерде мәжіліс келісім берсе ғана барады деген сондай пункттар енгізді. 2-3 пункт болды. Украина мен Россияның арасындағы соғысқа қатыспау туралы әңгіме жоқ. И ол жерде ондай әңгіме болуы да мүмкін емес. Егер ол Украина туралы әңгіме ол жерде қозғалатын болса, бірінші болып мен айқайлап шыққан болар едім. Мен ол жұмыс тобына қатысқам жоқ. Бірақ пленарлық отырыста ол заң жобасын оқып шықтым, қарадым, таныстым. Ол жерде жаңа екі елге қатысты емес ол. Жалпы ОДКБ құрылымына қатысты. Осы ОДКБ мемлекетінің кез келген мүшесі екінші бір мемлекетке қатысты бір соғысқа шақырған жағдайда, бұрынғы нұсқасында лауазым иелері болса, қазір біз соны жоқ, бұл жерде сенбейміз өйткені, шыны керек. Өйткені адами фактор ғой ол. Бір адам шешім қабылдайтын болса. Сондықтан мәжіліс қарау керек. Ал мәжілістің енді қазіргі құрамына қатысты шет жағасымен өздеріңіз айтып жатсыздар. Мен енді бұрынғы мәжіліс жұмысын мен білмеймін, ол жақта ол кезде жұмыс жасаған жоқ. Бірақ сол жерде бұрыннан жүрген журналистер,
бұрынғы созывта болған депутаттар айтып жатыр, тіпті тіл мәселесінде біз шыны керек толықтай дерлік қазақшаға көшіп кеттік. Бұрын енді шыны керек 50-50 болған екен бұрын алдында. Одан бұрында тіпті негізінен орыс тіліне басымдық берілген екен. Мысал үшін. Енді бұл жерде ұлтшыл, ұлттың мүддесін аяққа таптамайтын депутаттар саны баршылық. Сондықтан біз өзімізге сенімдіміз. Бұндай бір халықтың мүддесіне қайшы келетін шешімдерге келісім бермейтіндігіне. Сондықтан ол жаңа ратификация керісінше ол бізге бір жетістік ретінде айтылатын заң жобасы Фейсбукта керісінше бір манипуляцияға түсіп қалды. Сондықтан бұны мен жоққа шығарып ресми түрде.